Қайырлы күн баршаңызға. Дәмі өте керемет, тіл үйіретін ерекше дәмді қатпарлы қамырда тауықтардың аяқтарын дайындайтын боламыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 250 мл жылы су құямыз. Оған 1 шай қасық тұз қосамыз және 1 жұмыртқа салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң 500 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Жақсылап қамыр илейміз. Илеген қамырымызды бетін жауып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін тауықтың аяқтарын дайындап аламыз. Бәрін жуып құрғатып, 1 шай қасық тұз және кішкене ұсақталған зыра, жарты шай қасық кориандр және қызыл паприка, ұсақталған қара бұрыш пен кепкен чеснок қосамыз және 2 ас қасық соя соусын саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң, жақсылап маринадталып сіңу үшін бетін жауып, қойып қоямыз. Оған дейін қамырымызды дайындаймыз. Тынған қамырымызды илеп, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірінші қамырымызды жайып аламыз. Осылай жұқалап, оқтаумен жұқа болғанша жаямыз. Жұқалап жайып алған соң, арасына ұн сеуіп, қамырымызды жинап алып қоямыз. Екінші қамырымызды илейміз. Жақсылап оқтаумен жұқартып жайып аламыз. Жұқалап жайып алған соң, 150 грамм сары майымызды ерітіп, салқындатып жағамыз. Ыстықтай майымызды жағуға болмайды, әйтпесе қамырымыз бұлжырап кетеді. Сол үшін майымызды ерітіп, салқындатып жағамыз. Бәрін жақсылап бір тегіс қып жайып алған соң, алдында жайған қамырымызды үстінен жайып шығамыз. Арасында осындай кішкене ауа қалып кетті, бірақ ол ештеңе қылмайды. Қалған майымызды жағып шығамыз. 150 грамм майымыз осы 2 қамырға толық жетті. Жақсылап осылай шетінен бастап ораймыз. Бәрін жақсылап орап алған соң, сәл шұңғылау ыдысқа салып, бетін жауып, тоңазытқышқа, яғни холодильникке 3-4 сағатқа немесе мұздатқышқа 40 минутқа салып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Ашып, осылай екіге бөліп, осындай кішірек бөліктерге бөліп аламыз. Осы қамырдан 12 штук шықты. Қамырларымызды дөңгелектеп жұқалап жайып аламыз. Жайып алған соң, бір бас пиязымызды осылай жұқа қылып турап саламыз. Тауығымыздың аяғын қойып, тура осылай видеодағындай түйеміз. Түсінікті болу үшін тағы да 1-2 тип көрсетейін. Тура осы видеодағыдай шеттерін бірінің үстін бірін бастырып қысамыз. Сонда өрілген сияқты болып шығады. Өте оңай, өте әдемі, міндетті түрде тип көріңіздер. Пиязымызды саламыз, тауығымызды салып, осылай түйеміз.
қалғандарын да солай түйіп аламыз. Түйіп алған соң противеньға пергамент қағазын төсеп, бәрін салып шығамыз. Бәрін тізіп алған соң, бір жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып жағып шығамыз. Бір жұмыртқаның сарысы жеткен жоқ, екінші жұмыртқаның сарысын пайдаланамыз. Осы қамырдан 12 тауықтың аяғын пісіруге болады. Менің протеиніме тек 8 ғана сыйды. Мен сіздерге тек 8-ін ғана көрсетіп тұрмын. Өрілген жеріне қара күнжіт сеуіп шығамыз. Сіздер ақ күнжіт немесе қара түмен пайдалансаңыздар болады. Бәрін жақсылап дайындап алған соң, қызып тұрған духовкада 180 градуста 50-55 минут пісіріп аламыз. Духовкаларыңыз қатты қыздыратын болса, міндетті түрде бетін фольгамен жауып қойыңыздар. Өте әдемі, өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын.